Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол нота сауаттылығы. Нота сауаттылығының бастар алдында біздерде ноталарды орналастыру үшін біздерде осындай 5 қабатты үйді аламыз. 5 қабаттың әр қабаты төменнен жоғары қарай саналады. Ол бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат, төртінші қабат, бесінші қабат. Дәл сол секілді бізде музыкада 5 сызық бар. 5 сызықтан төменнен жоғары қарай саналады. Ол бірінші сызық, екінші сызық, үшінші сызық, төртінші сызық, бесінші сызық. Осы сызықтар бойында біздерде ноталар орналасқан. Ең алғашқы біздің нота ол до нотасы. До нотасы қосымша сызықтың өзінде жазылады. Одан басталатын сөздер бізде доп, домбыра. Келесі нота бізде ол ре нотасы. Ре нотасы бірінші сызықтың астында жазылады. Мысалы, оған сөздер алатын болсақ, терезе. Терезенің ортасында бізде қандай әріптер бар? Ре және е. Ре нотасы. Келесі бізде нота ми. Ми бізде бірінші сызықтың өзінде жазылады. Одан басталатын сөздер мишка, мысалы алатын болсақ. Келесі нота фа. Фа бізде 1 мен 2-нің ортасында жазылады. 1 мен 2-ші сызықтың ортасында. Одан басталатын сөздер бізде фа, соль, мысалы. Келесі соль нотасы. Ол бізде 2-ші сызықтың бойында жазылады. Және де одан басталатын сөз біздерде тұз, тамаққа қосатын тұзды орысша біздер соль дейміз. Сол сөз бізде нотада да қолданылады. Соль деген нота бар. Келесі ля нотасы. Ля 2 мен 3-нің ортасында жазылады. Одан басталатын сөз орысша, мысалы бақаны бізде лягушка дейміз. Ля. Ең соңғы нота ол бізде си нотасы. Си 3-ші сызықтың өзінде жазылады. Және одан айтылатын сөздер болсақ, мысалы такси. Таксидің соңғы 2 әрпі си. Тағы да басқа бізде сиыр, мысалы алатын болсақ, сиырдан басқа әрпі си. Бізде осы ноталарды орналастыру үшін бізде сызықтың бойында жазылатын ноталар бар және сызықтардың арасында. Сызықтың бойындағы ноталар бізде до, ми, соль, си. До қосымша сызықтың өзінде, ми бірінші сызықтың өзінде, соль екінші сызықтың өзінде және си үшінші сызықтың өзінде. Ал ноталы сызықтардың арасында жазылатын ноталар олар ре бірінші сызықтың астында, фа 1 мен 2-нің ортасында және ля 2 мен 3 және де бізде до 2-ші октаваның нотасы ол 3 пен 4-нің ортасында жазылады. Және де осы 5 сызыққа біздерде өзіміздің қолымызда 5 саусағымыз бар. 5 саусақты да біздер қолдануымызға болады. Ол бірінші сызық, екінші сызық, үшінші сызық, төртінші және бесінші. Осылардың арасында біздерде ноталарды орналасады. Бірінші бізде до нотасы, оны қосымша сызықтың өзінде, ре бірінші сызықтың астында, ми бірінші сызықтың өзінде, фа 1 мен 2-нің ортасында, соль екінші сызықтың өзінде, ля 2 мен 3-нің ортасында және си үшінші сызықтың өзінде. Осы ноталарды жазбас бұрын ең бірінші біздер кілттік таңба қоямыз. Әрқашанда үйге кірер алдында біздер кілтпен ашамыз. Сол секілді біздер ноталарды жазу үшін бірінші кілттік таңба қоюымыз қажет. Біздердің музыкада скрипка кілті бар. Скрипка кілтін біздер басқаша соль кілті дейміз. Не себепті оны соль кілті дейміз? Себебі қараңыздар, жаңа айттым мен, екінші сызықта қандай нота жазылған өзінде? Соль нотасы. Ал скрипка кілті бізде мына екінші сызықтың бойында жазылған. Сондықтан оны біздер соль кілті немесе скрипка кілті деп атаймыз. Сонымен оқушылар, бізде музыкада 7 нота бар да. 7 нотаны өзінің орналасатын орындарымен жаңа таныстырып өттім. Ол бізде бірінші алғашқы нота до нотасы қосымша сызықтың өзінде, ре нотасы бірінші сызықтың астында, ми нотасы бірінші сызықтың өзінде, фа нотасы 1 мен 2-нің ортасында, соль нотасы екінші сызықтың өзінде,
ля 2 мен 3-нің ортасында және си нотасы 3-ші сызықтың өзінде. Барлығы бізде 7 нота. Осы 7 нота арқылы қаншама әуендер шығып жатыр, иә? Оқушылар, енді жаңағы ноталармен таныстырып өттім. Сол ноталарға байланысты ребус шешіп көрейік. Ең бірінші ребусқа мән берейік. Мына жерде бізде 50 теңге және қоян. 50 теңгеден бас қарпімен соңғы әрпінен алсақ л әрпі қалады. Қояннан бас қарпінен 2 әріп, соңғы әрпінен бір әріп алып тастағанда я әрпі. Сонда бізде енді қандай сөз шығады? Ля. Бізде ля нотасы бар да. Келесі бізде доныз. Доныздан соңғы 3 әріпті алғанда қандай нота қалады? До. До нотасына. Одан кейін бізде мына мультфильмді бәріміз білеміз да, оқушылар. Ол фиксики. Фиксикиден 6 әріп алғанда ф әрпі және ағаштан 3 әріп алғанда фа нотасы шығады. Келесі такси. Таксиден басқа әрпінен 3 әріп алғанда бізде қандай нота қалады? Си нотасы. Келесі бізде Маша. Машаны бәріміз білеміз. Машаның соңғы 3 әрпін алғанда м және инеліктен бір әріп қалса, қандай сөз қалады? Ми нотасы. Енді кереге. Керегеден кен алсақ, ре, ке. Сонда ортаңғы қандай сөз шығады? Ре нотасы шығады. Сонымен қандай ноталар бар деді? Қайталап өтейік. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Енді және де бізде осы ноталардан бөлек бізде нота ұзақтықтары бар. Нота ұзақтықтары бізде ең бірінші айтып өтетініміз ол бүтін. Бүтін нотаны біздер әрқашанда бүтін алмамен теңестіреміз. Бүтін нотада бүтін алма сияқты дөңгелек, ешқандай таяқшасы жоқ, іші боялмаған. Бүтін нота бізде 4 иге дейін саналады. Ол 1 и, 2 и, 3 и, 4 и. Бірлет шапалақтап 4 иге дейін санаймыз. Келесі, осы бүтін алманы 2-ге бөлсек, жарты алмадан шығады. Жарты алма сияқты бізде жартылық нота бар. Жартылық нота әр жартылық 2 иге дейін тең. Сонда біздер шапалақтасақ, жартылық нота бізде дөңгелек және таяқшасы бар, штилі бар дейміз оны. Музыка тілінде штиль сызығы. Бұл бізде саналады 1 и, 2 иге дейін. Келесі бізде жаңағы бүтін алманы біздер 4-ке бөлеміз. Бізде сонда 4-тік нота шығады. 4-тік нота, жартылық нота ұқсайды, тек іші боялған. Ол әр қайсы 1 иге тең. Бір рет шапалақтағанымыз 1 иге тең болады. Енді бүтін алманы аламызда біздер 8 бөлікке бөлсек, 8-тік нотаға тең болады. Ол 4-тік нотаға ұқсайды, тек бізде штилінде не бар? Жалау шасы. 8-тік нота бізде 1-дің жартысына тең болады. Оны 1 немесе 2-ге дейін санаймыз. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің онлайн сабағымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.